сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз Шайтанкөл, Әулиекөл табиғи ландшафтын өтеміз. Шайтанкөл, Әулиекөл табиғи ландшафты Қарағанды облысының Қарқаралы қаласынан оңтүстік батысқа қарай 5 километр жерде, теңіз деңгейінен 1200 метр биіктікте Бұғылы тауында орналасқан. Ұзындығы 60 метр, ені 40 метр, орташа тереңдігі 2 метр, суы мөлдір, түбі тастақ. Көл еріген қар жаңбыр суымен толығады. Оңтүстік батыс, солтүстік жағаларын қоршап тұрған жартастардың биіктігі 10 метрден жоғары. Жауын-шашын мол мезгілдері су шарасынан асып, оңтүстік жағынан науа тәрізді арнамен ағып кетіп отырады. Көл құрғамайды. Жан-жағын қарағай, қайың, терек, таңқурай, тасжарған, тобылғы, тағы басқа өсімдіктер көл суын буланудан сақтап тұрады. Көлдің қайдан пайда болғаны жұмбақ күйінде қалып отыр. Себебі оған су келіп кететін арна жоқ. Оқушылар, Шайтанкөл туралы ел аузында қилы-қилы аңыз көп. Аңыздарға жүгінсек, жергілікті тұрғындардың айтуынша, оның әуелгі аты Әулиекөл болыпты. Жұрт киелі санап, дертіне дауа іздегендер шыр еткен нәрестенің даусына зараналар келіп, құрбандыққа мал шалып, Құран оқып, жағасындағы ағашқа ақтық байлап жүреді екен. Ал деректердің орыс тіліндегі нұсқасында көлдің бастапқы қазақ тілінде берілгендей Әулиекөл деп аталады. 1905 жылы шыққан Семипалатинский листок газетінде Қарқаралы қаласының тұрғыны Тысяцкийдің орыс жазушысы Пришвинге айтқан әңгімесінде екі адам Бұғылаға қарай жаяу аңға шығады. Олар тау етегіне іліге бергенде, жанындағы ілесіп келе жатқан иттері жақын жерде жүрген бұғыларды көріп, қуа жөнеледі. Әлден уақытта аңшылар тау басындағы көлге тап болады. Бұғыны қолға түсіріп, сойып тұздайды. Өздері жаяу жүргендіктен, ертең атпен келіп, алып кетпекші болып, сол жерде қалдырып кетеді. Алайда келесі күні атпен келген олар көлді таба алмай ұзақ жүріп қалады. Сонда шайтан алғыр, бұл көл қайда кетті деп қынжылады. Содан бұлай Әулиекөл, Шайтанкөл деген екінші атқа ие болады. Бірақ халық жадынан көлдің бастапқы әдемі атауы өшкен емес. Революцияға дейінгі Қарқаралы Әулиекөл деген атаумен архив құжаттары мен фотографиялық материалдарда кездеседі. Оқушылар, жазушы Сәбит Мұқановтың «Сұлушаш» поэмасын білесіңдер ме? Ол «Сұлушаш» поэмасында Алтай мен Сұлушаш атты қос ғашық осы көлге келіп паналағанын жазады. Соңдарынан қуған қуғыншылар жастарды таба алмай, Қарағайлы орманға өрт қойған кезде, ну орманның ішінен жолбарыс шығып, Сұлушаш жыртқыштың тырнағынан қашып құтылам деп осы көлге батып кетеді. Жазушы бұл деректі кезінде жергілікті тұрғындардан жазып алған екен. Бұл солтүстік Балқаштың Ну қамысын мекен еткен Тұран жолбарысы туралы айтылса керек. Сендерге осы поэманы оқуға кеңес беремін. Өте қызықты. Өлкетанушылардың және көптеген жергілікті тұрғындардың пайымдауынша, Әулиекөл бертінде 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында ғана Қарқаралы қаласы мен оның маңайында Ресейден қоныстанушылар келе бастағанда Әулиекөл, Шайтанкөл деп атала бастайды. Бұл көлдің бұлай аталуына мүмкін оның адам аяғы баса бермейтін биік асуда, тасқа өскен ағаштар мен жартастар қоршап тұрғаны негіз болған шығар. Таудағы бұл көлді көрген адамдар оны бүкіл жұмбақ түсініксіз құбылыстар шайтаннан болады деген қағиданы ұстанып, бұл көл шайтандікі деп кеткен екен. Әулиекөлдің шынайы атауы кеңес үкіметі тұсында әулие сөзі болғандығы үшін көп айтыла бермеген. Кітап газеттерде осы Шайтанкөл атауы қолданылады. Тысяцкийдің көлді таба алмаған аңшылар туралы әңгімесі сияқты әлі де ел арасында кей күндері көлді таба алмай қайтқан адамдар кездеседі. Себебі ол кей күндері жоқ болып кетіп, келесі күні аяқ астынан пайда болады. Оқушылар, бүгінгі таңда бұл жерге көптеген зиярат етушілер мен туристер келіп тұрады. Көлдің ғылыми, тарихи, туристік маңызы зор.
жылдың әр мезгілінде, әсіресе жаз айларында көршілес мемлекеттерден еліміздің әр түкпірінен саяхатшылар, туристер, зерттеушілер көптеп келеді. Әулиекөл Шайтанкөлдің алып жатқан аумағы Қарқаралы мемлекеттік ұлттық саябағының таулы орман аймағына кіреді. Тақырыпқа сай 3 сұрақ беріледі. Бірінші сұрақ: Шайтанкөл Әулиекөл табиғи ландшафты қайда орналасқан? Екінші сұрақ: Шайтанкөл Әулиекөл табиғи ландшафтының ұзындығы мен ені қанша метр? Үшінші сұрақ: Сәбит Мұқановтың қандай поэмасында Шайтанкөл Әулиекөл табиғи ландшафты айтылады?